Бүгін Астана қаласының депутаты Астана қаласы әкімдігін сотқа беремін деп үлкен наразылығын білдіріп жатыр. Себеп мынада, керуен сауда орталығын білесіздер. Ойын сауық орталығы ең әдемі қаланың қақ ортасында орналасқан. Әкімдік сол жердің маңындағы жерді өзінің балансын алады. Осыдан біраз уақыт бұрын кейіннен ол жерді сатып жібереді. Сатқанда да мемлекеттік сатып алу арқылы 170 миллион теңгеге сатады. Енді қараңыздар, 4 айдан кейін сол жерді, дәл сол 170 миллионға сатып жіберген жерді 1 миллиард теңгеден астам қаражатқа сатып алған екен. Егер іс дәл осылай болса, менің ойымша дәл осы іске қатысты азаматтардың барлығы әкімдіктегі тиісті жазасын алуы керек. Бұл қоғамдық резонанс туғызуымыз керек. Қақ ортада, Астананың ортасында осындай жағдайлар болып жатыр. Бұл бір ғана емес. Мына Астананың маңындағы дүкендерге кіріңіздерші. Неше түрлі сұмдықты көресіздер. Түк тәртіп жоқ бұл қалада.